Саламатсыңдар ма оқушылар? Сендермен бірге Таңшолпан апайларың. Бүгінгі тақырыбымыз біздің өсімдіктердің систематикасына арналады. Жалпы өсімдіктер екі сатыға бөлінеді: төменгі және жоғарғы саты болып. Төменгі саттағы өсімдіктерге тек қана балдырлар жатады. Енді төменгі саттағы өсімдіктердің ерекшелігін айтып кететін болсақ, төменгі саттағы өсімдіктер балдырлар тек қана суда тіршілік етеді. Олардың жасушаларында олардың мүшелері болмайды, ұлпалары болмайды. Жасушаларының барлығы біркелкі болып табылады. Денесінің бүкіл мүшелері болмағандықтан оны тек талуым деп атайды. Балдырлардың өзі екіге бөлінеді: бір жасушалы, көп жасушалы деп. Бір жасушалыға хлорелла, хламида монада, хлорокок балдырлары жатады. Ал көп жасушалылардың өзі жасыл, қызыл, қоңыр балдырлар болып бөлінеді. Жасыл балдырларға кладофора, пирогира, лоджикс балдырлары жатады. Ал қызыл балдырларға порфира балдырлары жатады. Порфира кондрус балдырлары жатады. Ал қоңыр балдырларға ламинария, турбинария, саргассум секілді балдырлар жатады. Олардың да өзіндік ерекшеліктері бар. Балдырларды жайында тақырыпты бөлек видеода көресіңдер. Келесі бізде жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге келетін болсақ, олардың ерекшеліктері денелері мүшелерге, ұлпаларға бөлінген болып табылады. Оларда тамыр, сабақ, жапырақ секілді мүшелер пайда болып бастайды. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің өзі екіге бөлінеді: споралы және тұқымды болып. Споралы өсімдіктер негізгі ерекшеліктері олардың негізгі көбею. Олар спора арқылы таралады. Оларда тұқым емес, спора болады. Олар сол арқылы көбейе алады көбінесе. Және де споралы өсімдіктерде екі түрлі ұрпақ бір-бірінен айқын ажыратылады: спорофит және гаметофит болып. Ал енді тағы да споралы өсімдіктердің өзі төртке бөлінеді: мүктер, плаундар, қырықбуындар және қырық жапырақты тестер болып. Мүктердің ерекшелігіне келетін болсақ, оларда тамыр жоқ. Тамырдың қызметін ризоидтар атқарады. Қырықбуындардың ерекшелігі: қырықбуындарда жапырақ жоқ. Және де қырық жапырақтарда сабақ жоқ. Жалпы айтқан кезде мүшелері толыққанды емес екенін білеміз. Мүктерде тамыр жоқ, қызметін ризоид атқарады. Қырықбуындарда жапырақ жоқ, онда сабақтары жапырақ қызметін атқарып жатыр. Ал және қырық жапырақтарда сабақ жоқ болып табылады. Осылар споралы өсімдіктер болып табылады. Келесі бізде тұқымды өсімдіктер. Бұл жерде бұлар тұқым арқылы таралатын өсімдіктер болып табылады. Тұқымды өсімдіктердің таралуы, тұқымның ерекшелігі: оларда қор заттары жинақталған, және де олардың сырты. Олар ұзаққа уақытқа спораға қарағанда шыдамды болып келеді сыртқы ортаның өзгерістеріне. Және де қор заттары жинақталғандықтан олар қыстап шығып, көктемде өсіп-өнуге бейімделген болып табылады. Тұқымды өсімдіктердің өзі ашық тұқымды және де жабық тұқымды болып екіге бөлінеді. Ашық тұқымды өсімдіктер көбінесе қылқан жапырақты өсімдіктер болып табылады. Олар сүректі өсімдіктер. Көпшілігі 99% олардың ағаш болып келеді. Және де көпшілігі қылқан жапырақты болып келеді. Жалпақ жапырақ ашық тұқымды өсімдіктерден тек секвойя бар. Ал енді тағы бір ерекшелігі: ашық тұқымды өсімдіктердің тұқымдары бүрлердің ішінде ашық орналасқан болып табылады. Яғни олардың қорғаныстары жабық тұқымдыларға қараған кезде аздау болып табылады, бірақ қоректі заттары жеткілікті болып табылады. Бұл ашық тұқымды өсімдіктердің жабық тұқымды өсімдіктерге қараған кезде сәл кемшіл тұсы. Енді тұқымды өсімдіктердің ішіндегі жабық тұқымды өсімдіктерге келетін болсақ, жабық тұқымды өсімдіктер 100% гүлді өсімдіктер. Жабық тұқымды өсімдіктерді гүлді өсімдіктер деп те атайды. Жалпы жабық тұқымды өсімдіктердің тұқымдары сыртқы қабықпен жақсы жабылған, және де тұқымдарының қорғаныс қабаттары өте мықты. Соның арқасында гүлді өсімдіктер қазіргі таңдағы бүкіл жер бетіндегі өсімдіктердің 75%-ын алып отыр. Себебі олардың тұқымдары кез келген қолайсыз ортадан аман қалып, жан-жаққа таралуға бейімделгендіктен. Сол себепті тағы да жабық тұқымды өсімдіктердің гүлдері бар. Ол гүлдері олардың мүшелері жақсы дамыған нәтижесінде олардың көбею әрекеті де ашық тұқымды және споралы өсімдіктерге қараған кезде жарқын түрде дамыған болып тұр. Бұл олардың қазіргі таңда жер бетінде кеңінен таралуына берілетін тағы да бір мүмкіндігі. Тағы бір үшінші қасиеті: жабық тұқымдыларда басқаларда жоқ, басқа ешқандай өсімдіктерде жоқ қосарлы ұрықтану процесі тән болып келеді. Яғни басқа өсімдіктердің барлығында бір сперматозоидпенен бір ғана қосылып ұрықтану болатын болса, жабық тұқымды өсімдіктерде екі спермия, екі түрлі жошыдан ұрықтандыру нәтижесінде бір эндосперм және де бір зигота пайда болады. Жабық тұқымды өсімдіктердің өзі екіге бөлінеді екен оқушылар. Классқа бөлінеді. Екі классқа: бұл дара жарнақтылар класы және қос жарнақтылар класы болып. Дара жарнақты тұқымды өсімдіктердің
ерекшелігі тұқымдары жанақтары біреу ғана болады, және де тұқымдары екіге бөлінбейді. Мысалға күріш, бидайдың тұқымдарын екіге бөліп көріңдерші, өзара бөлінбейді, дұрыс па? Тұтас бір тұқым секілді. Ал қосжанақты тұқымдардың ерекшелігіне келетін болсақ, қосжанақты тұқымдардың нақты өсімдіктердің тұқымдары екіге бөлінеді. Мысалға өмірде қолданып жүрген асқабақ дәнегі немесе күнбағыстың дәнектерін өз алдарыңа тұқымдарын екіге бөліп көріңдерші, бөлінеді ғой, дұрыс па? Осылай ажыратуға болады ашық көзбен. Және де дара жанақты мен қос жанақты өсімдіктердің тағы да басқа бөлімдерінде ерекшеліктері болып табылады екен. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек, қазір ғана тұқымдардың ерекшелігін айтып шықтық, иә. Тұқымдардың ерекшелігінде тағы да бір қасиеті эндосперм біздерде дара жанақтыларда өмір бойы сақталынады. Өмір бойы дегенде тұқымның өніп өсіп шығуына дейін сақталынады, ал қос жанақтыларда тезірек жойылып кетеді екен. Және де жарнақ, тұқым жарнағы дара жанақтыларда біреу болады, қос жанақтыларда екеу болып табылады екен. Бұл осындай тұқымның ерекшеліктері. Енді өсімдіктің басқа мүшелері бойынша ерекшеліктерін айтатын болсақ, тамырына келетін болсақ, дара жанақты өсімдіктердің тамыры шашақ тамыр жүйелі болып келеді. Қос жанақты өсімдіктердің тамыры кіндік тамырлы болып келеді. Сабақтарына келетін болсақ, дара жанақты өсімдіктердің сабақтары көбінесе камбий қабаты болмайды, сабан сабақ болып келеді, іші қуыс. Ал қос жанақтылардың сабақтары бұтақталынады, және де камбий қабаты жақсы дамыған. Бұтақтануына келетін болсақ, дара жанақтылардың сабақтары бұтақтанбайды, қос жанақтылардың сабағы бұтақтанады. Келесі қасиеті олардың жапырақтарына келетін болсақ, жапырақтарында дара жанақты өсімдіктерінде жапырақ сағағы болмайды. Жапырақ сағағы дегеніміз не? Жапырақты сабақпен байланыстырып тұратын кішкентай ғана сабақша, иә, ол оларда дара жанақтыларда болмайды екен. Бірақ жапырақ қынабы секілді сабақты орап тұратын жапырақтың кішкентай өсіндісі бар. Ал қос жанақтыларда жапырақ сағағы болады екен. Келесі біздегі айырмашылық ол жапырақтың күрделенуіне байланысты. Күрделі жапырақтар бізде мысалға үшқұлақты, иә, саусақ тәрізді салалы деген секілді, қауырсын тәрізді салалы күрделену ол тек қана қос жанақтыларға тән, ал дара жанақты өсімдіктерде жапырақ тек қана қарапайым болып келеді екен. Енді жапырақтың жүйкеленуінде де айырмашылықтар болады екен дара жанақты мен қос жанақтыларда. Дара жанақтылардың жапырақтары тек қана параллель немесе доғалы жүйкеленеді. Доғалы жүйкеленуге мысалы жол жиекеннің жапырағын келтіруге болады. Ал параллель жүйкеленуге мысалға бидайдың жүгерінің жапырақтарын айтуына болады. Ал қос жанақты өсімдіктердің жапырақтары қауырсын тәрізді саусақ салалы болып жүйкелене береді екен. Міне, тамырын айттық, тұқымын айттық, сабағын айттық, жапырағын толыққанды айттық деген ойдамын. Енді келесі кезекте гүлдің құрылысы. Гүліне келетін болсақ, дара жанақтылардың гүлдері қарапайым бір қатарлы болады, ал қос жанақтыларда күрделірек болады, және де дара жанақтыларда гүл серігі жалғыз дара гүл серікті болады. Олар немесе тек қана күлте болады, немесе тек қана тостағанша болады. Ал қос жанақтыларда қос гүл серікті болады көпшілігі, тек дара гүл серікті өсімдіктер сирек болады қос жанақтыларда. Бұл тағы да бір ерекшелігі болып табылады. Осымен оқушылар өсімдіктердің дүниесін жалпылама сипаттап шықтым, олардың систематикасымен таныстырдым. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.